Алтын санаған аштан өледі. Қай заманда өткені белгісіз, сағат есімді үрерге иті, сығырға биті жоқ, сіңірі шыққан қу кедей болыпты. Ол бірде аштықтан көзі қарайып, бас ауған жаққа қаңғалақтап келе жатыпты. Әбден қалжырап, ұйқы меңдеген байқұс, сәл тынығып алайын деп, бір құмайт жерге жантая кетіпті. Арқасына аяздай батқан жоқшылық, ұйықтаса да қыр соңынан қалмаса керек. Түсінде де осы азаптан бас сауғалап қашып келе жатса, алдынан сақалы белуарына түскен әппақ қудай қария шығады. Жарлының жолын кес-кестеп, оян депті. Өзің жантайған құмайттың оң жағына қарай 10 қадам жүрсең, ескі жертөленің орны бар. Сол арадағы қираған ошақтың астын сынық сүйемдей қазсаң, Сүлеймен саудагердің былғары Сақтияны табылар. Сақтиянның аузын ашып жапқан сайын, ішінен 1 теңгелік алтын ділдә аласың. Енді қалған өміріңе бұйырған несібе осы қанағат қылсаң, қарның тояды дейді де ғайып болады. Жүрегі алып ұшып орнынан атып тұрған сағат, ұйықтаған жерінен оңға қарай 10 адым аттайды. Опырылған жертөленің оқпандай орнына кезігеді. Құлаған ошақтың орнын тырналап қазып жатып, осыдан шалдың айтқандары расқа шығып, 1 ділдә тапсам, тойынып тамақ шермін, 2 ділдә тапсам, дүние-ай, бала шағамның жүрегін жалғар едім. Егер 3 ділдәға жетсе, әйеліме арнап көйлек сатып алар едім деп қиялдайды. Шалдың берген аяны айнымай келеді де, айтқан орыннан әмиян табылады. 1 ашса 1 ділдә, 2 ашса 2 ділдә. Әмиянды 100 ашқанда үйіліп жатқан ділдәларды көзімен жей отырып, Қарақұмның қақа ортасынан хан сарайындай күмбезді үй салуды армандайды. Қарнының ашқанында, балаларында, бұл дүниеде әйелінің бар екенін де ұмытады. Көзіне қызылды, жасылды дүние елестеген сағат 1000, 10 000, 100 000, миллион рет ашамын дегенше арада 2 апта уақыт өтіпті. Өстіп отырғанда дүние қоңыз сорының жүрегі үзіліп, бұл дүниемен қош айтысқан екен.